Ханым, полиция келіп тұр. Жақсы. Қазір. Кіріңіздер. Сіз бізді шақырыңыз. Менің қызым жоғалып кетіп еді, соны іздеуім керек. Жақсы. Ол жайлы мәліметтер бересіз бе? Әрине, жүріңіздер. Төрге шығыңыздар. Жақсы, ханым, осы мәліметтерді жазып алдық, енді біз іздеуге кеттік. Жақсы. Хабарым болған кезде айтамыз. Жүріңіз. Қызым, қане ұйықтайық, түн болып қалды. Бүгінше мен уайымдап тұрмын, бүгінше менің қасыма жат жүре ма? Пижамамды киіп келейін. Ал жақсы, ұйықтайық. Қызым, қане тұрайық. Таң атты. Жарайды, апа. Полициялардан хабар бар ма екен? Звондап сұрап көрейінші. Алло, полиция. Хабар бар ма екен? Таптық. Не, шын ба? Таптық. Бір далада палаткада жатыр екен. Мәссаған. Ол қазір қайда? Ол қазір біз оның бөлімшеде ұстап отырық. Сіз оянғаныңыз күтіп. Если что, алып келе аламыз. Жарайды, онда алып келе беріңіздер үйге қарай. Жақсы, үлкен рахмет сіздерге. Оқасы жоқ, ханым. Ой, жақсы болды ғой, тапқаныма. Кіріңіздер. Ой, кетіпсің ме? Қызым, сен неғып хабарсыз кетіп қалдың? Анашым, мен неғып бұл жерге келдім, мен қайтадан өз палаткама кеткім келеді. Жоқ, кетуіңізге болмайды. Ханым, мен полициялардың көмекшісімін. Яғни біз оны далада палаткадан тауып алдық. Өзі қараңғыда жатыр екен. Неге, қызым, не үшін? Анашым, енді сіздің қызыңыз менен қарағанда маңыздырақ қой. Себебі ол сіздің туған қызыңыз, мен болсам асырандымын. Жақсы, мен қызыммен қазір өзім сөйлесем, сіздер бара беріңіздер, уақыттарыңызды алмаңыздар. Жақсы, рахмет, ханым. Сіздерге рахмет. Қызым, жүрші. Жора қапсың ғой, жүре ғой. Қызым, не үшін кетіп қалдың үйден? Тем более менің рұқсатымсыз. Анашым, енді айттым ғой, мен жағын асыранды қызбын. Мен негізінде сіздің үйіңізде жүруге мен лайықты емеспін. Қызым, жоқ, мен сені бұрында асырап алып едім ғой. Мен сенің анаң болдым сол кезден бастап. Анашым, сіздің өзіңіздің туған қызыңыз бар. Бәрібір де ол қыз менің асыранды екенімді біліп қойды ғой. Білсе біле берсін. Қысқасы, сен менің үйімде боласың, және менің қызым болып қала бересің. Анашым, шын ба? Әрине. Әпкем келген ба? Әпкем келді. Сен ештеңе айтқың келмей ме? Әпке, кешірім сұраймын, менің сөзімнің кесірінен сіз кетіп қалдыңыз ба? Әпке, өтінем, кешір. Сіз бәрібір менің әпкем болып қаласыз. Мен кішкентай кезімнен бері сіз мені бағып келе жатырсыз. Кешіресіз ба мені? Сіз үйде қалыңызшы. Жарайды онда. Жақсы, әпкем бетінен сүй. Жаным. Ал енді жүріңдер, қарындарын ашып қалған шығар. Қарым ашып қалды қатты. Шынымды айтсам, маған далада тұру мүлдем ұнамады. Палаткамда өте қорқынышты, ол жерде қараңғы болған кезде өте қатты қорқамын. Ол азай тамақтарым да бір күнге ғана жетті. Бұлай онша ұзаққа жетпеді. Мені ақшамда болмады. Жақсы, үйге келгенің қандай жақсы болды. Полициялар болмағанда. Енді қарын қатты ашып қалғанша жүр, енді таңғы асымызды ішейік, біз енді тұрғамыз ғой. Жүре ғой. Ал қызым, енді тамағымызды ішейік. Анашым.
солайша олар өздері бақытты отбасы болып ғұмыр кешіпті